қанша ақша, $90.000 просто унитазға ағып кеткен. Енді логистикасы бар ғой, сату. Бұлардікі тек қана Алтын Орда. 70.000 теңге. Мынау шағын неменемен, ешқашан теплицамен ешкім пайда таба алмайды. Тек қана убыток. Менің проблемам, менің басты салам өзімнің. Егін шаруашылығымен айналысамыз. Так. Өзі анамның өзі 40 жылдық опыты бар, стажы. Бізде жабайы түрде сатып жатырмыз да егінді. Егінді. Егінді, иә, помидор, болгарский перец, сосын жүгері бар ана, жақсы тұқымдан. Тыныштайшы, аха. Соны базарға барып сатамыз, сол маған ұнамайды. Соны сіздердің мына салаларың сияқты, балық өндірісі сияқты жолға қойып. Өте үлкен проблема. Мен кеше, осымен біз түбегейлі айналысып, мен бір кемінде 5-6 видео осы ауыл шаруашылығы жайлы түсірейін деп түсіріп, мамандармен істейін деп жатырмын да. Кеше Талғаттікіне де бардым, есіл еңбек қанша ақша, $90.000 просто унитазға ағып кеткен. Және қандай еңбек та, нәтижесі 0 минус. Және олған емес, оның 100-ін көріп отырмын да мен маңайында. 100-і. Мынандай мен ертең бүрсігіндер пост жазам, көресіңдер. Қытайда Маузойдоң деген компартияның бастығы болған. Білесіңдер ме? Маузойдоң. Сол мынандай енді вообще делқұл адам болған. 90% Қытайлар неменемен айналысады. Егіншілікпен айналысады. Соң кейін оған мынандай ой туады. Бізге темір керек. Көп самолет өсіру керек, трактор өндіру керек, станоктар жасау керек, көп темір керек. Темірді қалай өндіреміз? Давай бір ғалым ойлап шығарады, кішкентай доменный печь. Доменный деген жердің астындағы руданы алып, соны қайнатып, балқытып, темір шығару. Мынандай кішкентай пеш жасап шығарады. Айтады, біз көппіз, біз 15 жылдың ішінде Ұлыбританияны, Англияны басып озамыз дейді да, бүкіл Қытайдың ауылдарына пеш салғызады. Пеш салғызады да, темір өндіртеді, болат балқытады ғой, короче. Зор секіріп ырғып шығу ма? Зор секіріп алға жылжу деген бір ұран тастайды бүкіл Қытайға. Бүкіл Қытайдың жеріне крестьяндар, бейшаралар жұмыстан келгеннен кейін болат өндірумен айналысады. Соң кейін есік алдында өндірген болат не болады енді анау? Быт-шыт анау қалады да, бүкіл жерді құртады. Соң кейін крестьяндар жұмыстан егін еккен орнына болатпен айналысып кетеді. Соң кейін торғай өлтірумен айналысады. 2 миллиард торғай өлтіреді. 40 миллион Қытайды қырған ғой сонымен. Енді қазір қарасам, бізде мына Казагрофинанс атамекеннен кредит алғандар тура сол Қытайдың неменесі сияқты. Жаңағы қияр өсіріп жатқаны бар ғой, шатпырақ. Мал өсіріп жатқаны, шатпырақ. Мен қолымды кесіп берем, соның біреуінен бірдеңке шықса. 99%-нан ештеңке шықпайды. Жаңағы есік алдындағы домна пешін салған тірлік. Ешқайсы, ештеңкені ұқпайды бір. Даже 3 жыл, 4 жыл істеп жүргендерді ештеңке ұқпайды. Жаңағыны. Енді өнімді сатудың неменесі бар да, продвижениесі да, продвижение. Енді логистикасы бар ғой, сату өнердің. Бұлардікі тек қана Алтын Орда. Бүкіл неменені Алтын Орда бағаны устанавливать етеді. Өткен жол айттым ғой, 60-70 мың теңге дүкенге таратып, 10 немеден тарату мүмкін емес. Кеше мен мамаммен сөйлестім. Үлкен 30 жылдық тәжірибесі бар, агроном, бүкіл мына Ақтауға, Шымкентке, бүкіл теплицаны нетіп жүрген ғылым кандидат мамаммен сөйлестім. Мен екеуміз ойымыз бір дәрежеден шықты. Ол айтады да, мынау шағын неменемен, ешқашан теплицамен ешкім пайда таба алмайды. Тек қана убыток. Сор деген сөз түсесің ғой, еңбек еш, сор. Және 10 сиырдан алып, соны тайыншағып, семіртіп бағам, содан сүт алам, сор. Енді теплицаның айтады, ең минимум болғанда 1000 квадрат болған кезде ғана одан өнім шығады. Өйткені өнім шыққаннан кейін оны коробкаға салуын керек. Соң кейін оны базарға неменеге апарып өткізу керек. Жақсы ма? Жақсы. Сенің проблемаң өте үлкен. Мен теплица емес аға, ашық жерге егеміз біз. 4-5 гектарлап. Жақсы. Дәл осы көкөніс жайлы, жаңағы қызыл бұрыш, қияр, қызанақ, жүгері. Осы жайлы мен келесі апталарда бір 5-6 хабар ұйымдастырам. Сол жерде сен бүкіл сұрақтарыңа жауап берем. Инстаграмға шығарам, сілтемесі ютубта болады. Жақсы ма? Қарап жүр. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменгі нөміріңізді қалдырыңыз.